Дүниедегі мамандық атаулының төресі мұғалім. Себебі ұстаз шәкірт жанының емшісі, ұстаз мектептің жүрегі. Мен Кесікбаева Әйгерім Бекмырзақызы. 2021 жылдан бері Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Жаңа ғасыр нөмірі 175 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Осы оқу ордасы менің алғашқы ұстаздық жолымның бастауы. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады. 21 ғасыр заманауи технологиялардың қарқынды дамып жатқан уақыты. Демек, өсіп келе жатқан өскелең ұрпақты заман талабынан қалдырмағанымыз жөн. Сондықтан болар, мен өзімнің сабақтарымда актыны әр сабақ басқаша, түрлі ойындар, әдіс-тәсілдер қолданып отырғанды жөн деп санаймын. Ұстаздықты жүрегімен сезінген адамға ұстаз киелі мамандық. Мен педагог ретінде оқушыларды тәрбиелеуде халқымыздың ұлттық құндылықтары мен салт-санасын бойына сіңіріп, ойына ұялатуға тырысамын. Мұғалім өз баласынан бұрын өзгенің баласы үшін жаратылған жан деп бекер айтылмаса керек. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін беруде оқушылардың пәнге, оқуға деген ынтасын арттыру үшін, оқыту сапасының өсуіне ықпал ету үшін өздері оқып жүрген оқулық авторымен, оқулықтағы шығарма авторларымен кездесулер ұйымдастыру маңызды болып табылады. Адамды даңққа бөлейтін екі қасиетті өнер бар. Бірі қолбасшылық, екінші шешендік. Деп ұлы шешен Ділмар Цицерон айтып кеткендей, жеке пікірдің қалыптасып, оны жеткізе білудің өзі үлкен өнер. Сол себепте де оқушылар жан-жақтылыққа тәрбиелеп, ойын анық, нақты жеткізе білуіне, болашағының жарқын болуына жаңа ғасыр дебат клубы арқылы мүмкіндіктер жасап келемін. Қазіргі таңдағы ұстазға деген талап жан-жақтылықты қажет етеді. Сондықтан мұғалім алдымен өзі тәрбиелі, сауатты болу керек. Ол үшін мұғалім түрлі кәсіби жарыстарға қатысып, ізденіп, өз біліктілігін арттырып отырғаны жөн болады. Өзім жас маман ретінде 2 жылда өз жұлдызыңды шақ және Алматы ұстазы атты жас мамандар байқауларына қатысып, үлкен тәжірибе алдым. Менің бір ұққаным, әр таңда жұмысына мектепке оқушыға асыға жеткен ұстаз ол үлкен жүректі ұстаз. Сонда ғана бар баланың емес, әр баланың жүрек төрінен орын алады деп білемін.